Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз армянский лаваш жасаймыз. Бізге керек заттар: ұн, салқындатылған су, май және тоз керек. Ең алдымен суға тұзымызды саламыз. Майымызды құямыз. Енді оливковый май, сіздер күнбағысты майын құйсаңыздар болады. Шұңқырлаймыз, құямыз. Ары қарай қолмен илеймін. Қамырымызды жақсылап отырып илеп аламыз. Осындай нығыз қамыр болып шығады. Енді қамырымызды салафанға салып қоямыз. 20 минуттай демалады. 20 минут өтті, тестамыз демалды. Өте жұмсақ. Енді 12-ге бөлеміз. Өстіп домалатып қоямыз. Неге домалатып болдым. Енді үстіні орамалмен жабамын. 5 минут демалады. Тестамыз демалды. Енді жазамын. Қалған тесталардың үстін жауып қоямын. Жұқа қып жаю керек. Жұп-жұқа қыламыз. Барлығын өстіп жайып аламыз. Достар, лавашты пісіру алдында вилкамен кесіп аламыз. Лавашты саламын. Лавашымызды табамыздың диаметріне келетіндей қып кесіп аламыз. Лавашымыз пісті. Енді барлығын пісіріп аламыз. Достар, піскен лавашымыздың үстін сүт немесе сумен жауып шығамыз. Сол кезде лавашымыз жұп-жұмсақ болады. Енді үстін жауып қоямын.
өстіп барлық лавашты пісірамын. Достар, лавашымыз дайын болды. Жұп-жұмсақ, әрі жұп-жұқа. Сізде жасап көрсеңіз болады. Сізге де ұнайды деген ойдамын. Бұл лаваштан данер жасауға болады. Және де неше түрлі начинка салып, рулет жасасаңыз болады. Достар, видео ұнаса лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Достар, келесі видеоға дейін сау болыңыз.